тілектеріңіз әмин болсын. Тілек айтқан қонақтарымызға ризамыз. Тілек айта алмай, микрофон жете алмай қонақтарға өтінішім бар. Оң қолдарыңыз көтеріңіздер. Кім тілек айтпады? Көтеріңіздер. Жоқ, көтеріңіздер. Бәріміз кім тілек айтпады? Оң қол көтереміз да сұлуға бұлғаймыз. Сұлу айналайын. Бүгін сенің қалқам алып кетеміз. Бүгін сені алып кеткеннен кейін сенің қолыңнан шай ішуге келеміз, келін шай. Сол келін шайда тілек айтамыз. Акым тілек айтты, сол келін шайға келмей қойыңыздар. Ойлап отыр. Амин, қабыл болсын, ақ тілектеріңіз. Әзілдеп жатырмыз ғой енді. Мына құда десе, қазақтың қанына сіңген мақалы, құда 1000 жылдық дейміз. Күйеу бала Нұрлан 100 жылдық дейміз. Осы мақалды бір тойда айтып едім. Бір құдағиым орнынан тұрды да маған өкпелеп қалды. Асаба бала, құдаларды айттың дейді бізді дейді. Өзіңе қарасты, өздеріңе қарасты күйеу бала Нұрланды айттың. Біздің болашақ келін сұлуды сол мақалына неге қоспайсың дейді. Алмасаға, сосын тұрып айттым. Құда болсын 1000 жылдық, күйеу бала Нұрлан болсын бізге 100 жылдық. Ал келін сұлу сіздерге мәңгілік деді. Мәңгілік келіндеріңіз Алла нәсіп етіп барған жерін бақытқа бөліп, көркейтіп, көбейтіп, осы сіздер қуанатын, сіздер мақтанатын үлкен шаңыраққа айналсын деген тілегім бар. Енді бір өтінішім, жаңа ғана тілек тыңдап арттарыңызда естіп жатырмыз. Осы той төрінде біз Нұрланның нағашы атасы мен әжесі ме? Ой, қараңыздар. Тура осы бір күнде әке анамыз 53 жыл бұрын отау құрған екен. Құтты болсын. Мен мына әжемізге осындай бүгінгі тойдан үлкен бір сыйлық берейін. Атама осы ыстық махаббатыңызды, ыстық шайыңызды құйып бере беріңіз. Атама мына шайнектің шәугімі кішкентай. Құтты болсын. Міне, алтын тойды өткеріп, Алла нәсіп етіп, гауһар тойға қадам басқан әке анамыз. Енді осы бір сәтте бола ма? Жастар, Нұрлан. Қарындасым келе ғой. Енді нағашы атасының есімі? Құсайын ата және Қайша анамыз, Ару анамыз. Айтып жатты ғой, асаба бала, біз Аллаға шүкір ағайынның ақ тілеуімен 53 жыл отасып, міне гауһар тойға қадам бастық, алтын тойды атқардық. Бүгін отау құрған қос балапаным, яғни жиен немерем Нұрлан менен келінім сұлуым біздің алтын тойға жетсін. Бізде осындай тойды көрсін деп, әжем айтты ғой, өз қолындағы бір алтынды сұлуға шешіп берем деді. Рахмет. Қайсын бересіз апа? Ырымдап беріңіз. Атаң болса, Нұрлан саған бір жылқы береді. Жақындаңыз, өзіңіз табыстаңыз. Атам, немереңіз бетті сүйіп қойыңыз. Біз ырымшыл халықпыз ғой, ырымдай, Алла нәсіп етіп. Нұрлан менен біздің сұлуымыз алтын тойға жетсін. Ал, әжесі немересінің қолына алтын тойға жетсін деп алтыннан жүзік. Әне, қошемет! Апа, үйге барғасын алып қою деген жоқ қой. Міне, біз ниет адамнан дейміз ғой, нәсіп Алладан. Міне, ниеттеніп, ырымдап беріп жатырмыз. Жаным, қытты өзі көрсетіп қойшы. Сұлу бар ғой, мен саған дейші. Насипі тойден андағыдай даже сенің енеңде жоқ қой. Мамаң берді ма дейші? Сенде бар, көрдің ба? Мамасını берді, сізге берді ғой. Жаным, құтты болсын. Андағыда көрсетесің, біреу нәрсе десе көрсетесің, болды, бәрі кетеді алдыңнан. Ешкім саған аузын да ашпайды. Біреу нәрсе шай қой десе, бейт, болды, өздері біреу нәрседе көрсетесің, апам сенің кришаң болады, генералы. Енді рұқсат болса, мына қазақтың қандай керемет әні бар ғой. Бір шаңырақ келінсіз көтерілмеген, бір кереге келінсіз керілмеген дейді. Алла нәсіп етіп келіндеріңіз оңаяқты болсын. Мен бүгінен бастап бір ырымдап ақырын көрейік деп отырмын. Нұргесі орныңызда қала беріңіз. Қалқан болдан 1-2 қадам алға жасап. Бүгінгі мына біз 4 күннен көп қала береміз. Қыз бала жұрттық дегендер шығады. Міне, Алла нәсіп етіп өз жұртын осы кісілер. Көсі көгерген, көрпесі кеңейген, үлкен әулет, текті ел, текті жерге келін болып бара жатсың, бағың ашылсын.
бір келіннің сәлемін ақырын. Сұлу кетпе. Мына әжең бар ғой, жаңа сен сәлем салдың ғой, әжең бірге сәлем салыпты ғой сенімен. Жаным, анам келін болып түскен, сән есіне түсіп кетті ғой деймін. Апаң айтады, әжең болып, ұлы әжең айтады, құдағиым нағашы әжесі алтыннан беріп атқанда мен кем қалам ба? Мен де келініме алтын! Машалла! Нұрланға да бір нәрсе бере салу керек қой деймін. 2000 теңге бере салыңыздар, ренжіп қалмасын. Бәрін Сұлуға беріп жатыр. Көрдің бе Сұлу? Сенде екі генералдың белгісі бар. Біреу сен екі генерал көрсесің болады. Нұрлан, келіңіз мына әже мен атаның ортасына тұрып ал. Ата әжеңнің ортасына. Сұлумен бірге тұрып алыңыз. Осылай. Так. Құда-құдағи жақындайып жүріңіздер. Аға, жеңге сіздерді ағалар азаматтар көрінбей қалмаңыздар, алдына тізерлеп отырып алыңыздар. Бұндай фото тек қана жаңа құдаларда. Өйткені ол кісілер екі